Мен тамаққа тәуелді болдым. Қуансам да жыласам да тамақ жейтін едім. Тамақ жемей еш нәрсе жасай алмайтынмын. Ең жоғары салмағым қызымды босанғаннан кейін болды. Осы жолда маған күш беріп, жігерлендіріп тұратын ол менің қызым. Менің салмағым 138 килограмм болды. Барлығы 82 килограмм артық салмақ тастадым. Салмақ тастаған соң киетін киімдерім де өзгере бастады. Толықтай жабық киімдер киетін өте сенімсіз қыз болдым. Мен кішкентай кезімнен жасөспірім кезіме дейін де толық бала болып өскем. Ең қатты толған кезім қызымды босанғаннан кейінгі уақыт. Бұрындары тоқтамай жеген нәрселерім мен қазір қалай тамақтанатынымды салыстырсам, адам шошиды. Мен тамаққа тәуелді болдым. Қуансам тамақ жеп тойлап, жыласам өзімді тамақпен жұбаттым. Тамақ жемей ештеңе жасай алмадым. Қазіргі әлсіз тұсым ірімшік. Ірімшікті қатты жақсы көрем. Турап та, пеште пісіріп те жегенді ұнататынмын. Қазір салып жатқан ірімшіктің де еттің де мөлшері күнделікті қолдану керек мөлшерден әрине көп. Бұрын күнде осылай тамақтанатыным есіме түссе, жүрегім айниды. Осы жолда маған күш беріп жігерлендірген ол сөзсіз менің қызым. Қызыммен бірге жүріп тұрып қыдырып, бірге ойнағым келетін, бірақ қолымнан келмейтін еді. Тек оны әткеншекке отырғызып, итеріп тұруға ғана әлім келетін. Сол үшін өзімді жаман сезіндім. Бұл маған өзімді қолға алып, жұмысты бастауға себеп болды. Мен арықтаған соң қызым да қазір менімен бірге өте көңілді жүреді. Бұрындар ойымның бәрі негативке толы болғандықтан қызыма да ол әсер ететін. Қазір өмір сүруге құлшынысым артқан, ол да қызымнан байқалады. Мына суреттерден өзімді танымаймын. Ол үлкен. Я, мен үлкен болдым. Танып тұрсың ба? Мама, сен дәу болғансың ғой. Соны айтам, қызық иә? In the beginning of my journey, I worked out 7 days a week. Арықтау жолында мен аптасына 7 рет, жарты сағат пен 1 сағат аралығында уақыт жаттығатынмын. Ал қазір қалыпты салмаққа жеткен соң аптасына 3 рет жаттығам. Мен стресс көп болып кеткен кезде йогамен де айналысам. Менің негізгі мақсатым жай тірі екенмен мәз болып жүре бермей, толыққанды қызық өмір, нағыз өмірді сүру болды. Барлығы 82 килограмм артық салмақ тастадым. Бұған 1 жылдай уақыт кетті. Мен бар күшімді салып еңбек еттім, бірақ дәл мен қалағандай нәтиже болмады. Бариатрикалық хирургия арқылы мақсатыма жеттім. Сөйтіп осы нәтижемді әлеуметтік желіге сала бастағанымда көп адамдар көп негатив жазып кетті. 45 килограмм тастаған кезімде адамдар сен ауру секілді көрінесің, 80 жастағы әйелге ұқсайсың деп мазақ қылды. Осы жазылған пікірлер, жекеме жазылған хаттардың бәрі маған одан сайын мотивация берді. Бұрын жеген тамақтарды әлі де жақсы көрем. Операция менің асқазаныма жасалды, миыма емес. Әлі де көп ірімшік жегім келеді, бірақ өзіме сұрақ қоямда тоқтаймын. Менің ұраным барлығын өз мөлшерінде. Мен өзімді жақсы көрем. Дәл қазір өз өзімді ең қатты жақсы көріп бастаған кезім. Қызыммен арақатынасым да жақсарып кетті. Оған көп көңіл бөліп, уақытымды бірге өткізем. Бірге ойнаймыз, бірге күлеміз. Қазір бұрынғы өмірімнен қарағанда көп күлемін. Адамдарға өз ісіңізге мықты болыңыздар, шыдамды болыңыздар дегім келеді. Жарты жолдан тастамай, соңына дейін апарыңыз. Мен жасадым, демек сіздің де қолыңыздан келеді.